Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте қарапайым жасалатын салатты жасап көрсететін боламын. Бір тауықты суға қайнатып алатын боламыз. Ең бірінші осы салат жапырағымыздың үстіне біз пісірілген тауық еттерін қойып алатын боламыз. Ал достар, мінекей осылай біз тауық етімізді қойып алдық, яғни піскен тауық етімізді салып алдық. Енді осының үстіне аздаған тұз, көз мөлшерінде тұз себеміз. Осылай жіңішке қылып кесіп алсаңыздар болады. Майонез өте жіңішке қылып істеген дұрыс әрине. Помидорымызды кубик етіп, немесе осындай мен сияқты ұзынша етіп тұраларыңызға болады. Яғни бұл салатта бізде помидорымыз бір дана помидор кетті. Ал енді осының үстіне аздап тұз. Салатын боламыз. Өте аз салсаңыздар болады. Осындай кукурузамызды салатын боламыз. Үстіне біз дүкеннен сатып алынған осындай хрустим деген багетті үстінен салатын боламыз. Ал енді осы багетіміздің үстінен біз осындай теркадан өткізілген сырымызды қойып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен ұзынша етіп турағанмын. Ал енді осы сырымыздың үстінен біз укроп, яғни көптеген шөптерімізді бетіне сеуіп шығатын боламыз, қойып шығамыз. Яғни бізде нағыз жаңа жылды осындай жап-жасыл түс арқылы біз сезіне аламыз. Яғни шыршаның түсі деуге болады. Әрине бізде жап-жасыл болған, көбірек болған, әрине күшті, әдемі көрінеді, өйткені ол өте пайдалы, әрі денсаулыққа өте пайдалы, әрі біздің жап-жасыл сондай әдемі рең беріп тұр біздің салатымызға. Ал достар, енді салатымыздың дәмін көретін боламыз. Ол сондай түрі өте әдемі болып тұр, және дәмі де керемет болатыны сөзсіз достар. Ал көрейік дәмін. Тауықтың еті, багет барлығы керемет үйлесім тапқан. Достар, мен өзімді тоқтата алмай тұрмын. Өте керемет болған. Бір-бірімен үйлесіп, өте керемет дәм беріп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Бұл нағыз жаңа жылдық салат болады. Әрі өте оңай, әрі өте дәмді, керемет салат болатын болады. Және сіз өз жақындарыңызды таңғалдыратын боласыз. Достар, сізге видео ұнаған болса, онда лайк басуды ұмытпаңыз. Назарларыңыз үшін рахмет.